Әрбір істе мән бар, соны іздеңіз. Кемел адам. Әрбір істе мән бар, соны іздеңіз. Өмірде алға қойған мақсатың, белді бекем буып, шарқ ұрып іздеген жетістігіңнің мәні не? Бай болсам деп жүгіресің, қымбат көлікке, зәулім үйге қол жеткізем деп ұмтыласың. Мансабым жоғарыласа деп тыраштанасың. Қыз күйеуге шықсам, жігіт сұлу құшсам деп армандайды. Бірақ осының бәрі не үшін? Осы арман мақсатыңның негізгі мәні не? Деген сұрақты өзіңізге қойып көрдіңіз бе? Егер ел кимегенді киейін, жұрт ішпегенді ішейін, жалғанды жалпағынан басып, шалқып өмір сүрейін, жұртқа пәрмен беріп, мөр басайын дейтін қара бастың қамынан, нәпсілік қалаудан әрі аспайтын пиғыл басым болса, мұндай байлық та, мансап та өз иесін бақытты ете алмайды. Керісінше кесір болып жабысады. Зәулім үйде тұрсам, басқаға үйімнің кеңдігі мен көркемдігін көрсетіп мақтансам деп, жан рақатын биік ғимарат пен кең үйден іздесең, қателесесің. Қанша үлкен болса да, ішінде жан жылуы болмаса, ол үйге бақыт қонақтамайды. Бұған ат шаптырым зәулім үйде тұрса да, күйзелісте жүрген талай жанның өмірі куә. Уақыт өткізбей тезірек күйеуге шығып алайын, отырып қалған кәрі қыз дегізбейін деген бақа есіппен тұрмысқа шықсаң, қателесесің. Іздегеніңді уақытша табарсың, бірақ бақытты бола алмайсың. Өйткені сен тұрмыс құрудың негізгі мәнін түсіне алмадың. Кейбір жастардың көп өтпей ажырасып тынатыны сондықтан. Дәулетіңмен ізгі істі мұрат етсең қандай жақсы. Мансабымен жұртыңа пайдаң тисе, нендей ғажап. Шаңырағыңның ұйытқысы, отбасыңның жылуы ардақты ана, аяулы жар, кішіпейіл келін бола алсаң, отбасы болудағы мақсат та, мән де осы емес пе? Осының бәрін ұлы мұратқа, үлкен мәнге байлай алсаң, адамдықтың қарызын өтеген боласың.